Сәлем қымбатты тыңдарман. Арнама тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. 18-ге жаңа толған кезім. Өзім бұрындары жігітпен көп сөйлестім. Тіпті бүлініп те үлгердім. Оны ата-анам білмейді. Ешқандай бала болмады. Білмеймін неге екенін. Әйтпесе бір жыл бойы жігітімен қаншама рет қосылдым. Көтеріп қаламын-ау деген ойымда болмады. Кейін ол жігітім бөле сіңіліме көзі түсіп, соған тиісе бастады. Ол сіңілімді де бүлдіріп, басын айналдырмасын деп сіңілімді одан алшақ ұстадым. Бірақ сонда да олар көп сөйлесті. Бірақ жолықпады. Оған сенімдімін. Себебі бөлем екеуміздің үйіміздің арасы 1 сағаттық жер. Бұл ауылда бізден басқа туыстары жоқ. Ал келген кезде көшеге тек менімен шығасын деп қорғағандай болып жүрдім. Иә, солай зулап уақыт өте берді. Бірақ ол жігітпен арамыз суып, сөйлеспей кеттік. 18 жастан асар шақта тағы да бір отбасылы кісімен таныстым. Жасы 30-дан асқан. Тіпті қымсынбадым да. Анама көшеге жүріп қайтамын деп, сол кісінің машинасына отырып, білгенімізді істейтінбіз. Ол маған қаржылай көмектесіп тұрды. Сол үшін одан айырылысып кету ойымда болмады. Оқуды бітіріп, универге түсейін десем, ұбт-ның балы жетпей колледжға түстім. Қалаға барып квартираға орналастым, бірақ оқуға көп бармадым. Менікі тек қаңғыру, жүру, тұру болды. Ешқандай туысыма білдіртпеуге тырысып жүрдім. Маткам қатты ауырып маза бермеді. Гинекологқа тексерілуге бата алмадым. Барлығын біліп қояды деп қорықтым. Оның үстіне тұрмыс құрмаған қызбын. Бұндай іс-әрекетімді тоқтатуға тырысып жүрдім, бірақ тоқтата алар емеспін. Ессіз ләззаттың 5 минуттық рахатының кесірінен бүкіл өмірімнің быт-шыты шығып жатқанын байқап та жүрген жоқ едім. Жастықтың буы. Ақыры алаңдап жүріп дәрігерге көрінбедім. Қорқтым. Жеңіл жүрісім көбейген мені оқудағы апайым біліп, дереу деканға айтып мені оқудан шығарып жіберді. Олар ата-анама айтамын деп, мен жылап, өтінген кейіппен жалынып, қалғандарына ақшаларын беріп ақыры құтылдым. Содан үйдегілерге оқудамын деп алдап, осы қаладан бір жағдайы жақсы жігіт тауып, онымен де әуейі болдым. Жігіттермен көп сөйлеспедім. Әрқайсымен аттап өтіп, керекті ақшамды алған соң тайып тұрамын. Бір күндері пәтер иесі үйге неше түрлі еркектерді әкеліп жүргенімді, мен жайлы сыбысты естіген бе, бірден заттарымды лақтырып шығарып жіберді. Одан ата-анама хабарласуға мәжбүр болдым. Себебі жатырымның ауыры күшейе берді. Ата-анама оқу орны жабылып, ауысу үшін жаңа оқу орнына біраз уақыт керек деп өтірік айттым. Содан үйге келдім. Біраз уақыт үйде болдым. Екі бүктеліп ауырып жатқан мені көрген анам қатты уайымдап дәрігерге барайық деп қанша шырылдады. Бірақ мен қаламадым. Себебі дәрігерге барсам, анам мен жайлы барлығын біліп, жұртқа мазақ боламыз деп қатты қобалжыдым. Анам мені көндіріп, ауылдық ауруханаға апарды. Амал жоқ, тексерілдім. Гинекологтың маған қараған өткір көздерінен мен туралы бәрін біліп тұрғанын түсіндім. Тыпыршып, шарасыз күйде не істерімді білмей, анама бір қарап, дәрігерге бір қарап, қыз емес екенімді айтып қояма деген үреймен тұрмын. Қызыңызда эрозия деп бастады гинеколог. Жүрегімнің соғуы жиілей түсті, бірақ артық ештеңе айтпады. Мына свечаны салсын, мына дәрін ішсін, мына уколдарды салдырсын деп, ақ параққа біраз тізім жазып берді. Болды, барыңыздар деді. Мен оған рахмет дегендей бір қарап, анам екеуміз шығып кеттік. Анам болса, сонша дәрі-дәрмек жазып беретіндей не болды? Неге мұнша жазған? Сонша қалай суықтап жүрсің деп біраз ұрсып алды. Содан үйде жатып 3 ай бойы емделдім. Анам орнынан тұрғызбай біраз қарады. Ол үшін мен қиналдым. Ауыртпалықтың бәрін анам арқалап жүрді. Ішімнен қатты қысылдым. Себебі менің жіберген қателіктерім үшін анам қиналып жатқандай. Қаншама ақшалар кетті. Өз-өзімді жеумен күндерім өтіп жатты. Жасым 19-ға таяп қалды. Мен болсам құр жатқаннан түк шықпайтынын білдім. Алматыға жұмыс іздеп шығамын деп ата-анама ескерттім. Басында қарсы болды.
Бірақ үйдің ең үлкені мен. Анам жұмыссыз, әкемнің бір айлығына қарап отырғаннан ештеңе шықпайды. 3 інім мен бір сіңілім өсіп келеді деп анама түсіндіріп айттым. Ертесіне киім кешегімді реттеп, Алматының автобусына мініп кеттім. Алла тағала жолымды ашып, жаңа өзгерістер мен жаңа қалада мені қарсы ал деп өзімді дайындай бастадым. Таңертең мінгеннен кешке түсіп, дереу пәтер іздей бастадым. Әкемнің жұмыс тапқанша деп берген 100 000 теңгесіне 2 қызбен бірігіп, бір бөлмелі пәтер жалдадық. Алматыда ешқандай туыстарым жоқ. Жұмыс іздеп, сандалып 2 аптадай жүрдім. Соңында бір мейрамханаға жұмысқа тұрдым. Бұл жақта той болса, даяшыларға жақсы ақша береді екен. Ауылдағыдан жақсырақ. Содан түні бойы тойда даяшы болып күндіз келіп, ұйқының планын орындайтынмын. Қанша уақыт өткенін әйтеуір, біраз ақша жинап, ішіп жемеме де, пәтер ақыға да, ата-анама да қарасып жүрдім. Анам бір күндері сағындық, келіп кет деген соң ойланбастан бірден жолға шықтым. Автобусқа отырып, жайғасып, құлаққапты құлаққа салып, мұңды әуендер тыңдап келемін. Жеткенше біраз жол. Алдағы өмірім не болар екен деп ойланып келемін. Күтпеген жерден біреу алып қашып кетсе не істеймін? Өмірімде өшпес дақ бар ғой. Ата-анамды зар қақсатып ұятқа қалдырып жүрсем не болғаны? Жоқ. Ондай жағдай болса бірден кетіп қаламын. Тұрмысқа мүлдем шықпаймын. Тұрмысқа шықпаймын. Ең дұрыс шешімі осы. Ауылымызға да жеттік. Түсіп бауырларыма тәттілер алып, қуанып үйге қарай жол тарттым. Олар мені күтіп қуанып отырған болар. Ойлағанымша болмады. Бір машина жүйткіп келіп тоқтады да, малды салып алғандай мені көліктің артына салып алды. Айқайлап жылаумен болдым. Қатты қорықтым. Бұл ойды неге бүгін ойладым екен? Қарғыс атқыр неге мен? Неге мені алып қаштыңдар? Басқа қыз құрып қалды ма? Машинамен жүйткіп ауылымыздың ары 2 ауылдан асып бір үйге кіріп келді. Адамдар топырлап жиналып алған. Әйел кісілер шашуын шашып, үлкен қарт кісі орамал жауып жатыр. Қарсыласып машинадан түспей қатты қорқып қалдым. Үйдегілерге қуғыншыларды жіберді. Мен отырмын жылап. Жігітті тіптен танымаймын. Біраз уақыттан соң қырғын болып, ұятты жағдайда қалатыныма сенімді болып отырмын. Себебі ауылдан алыс емес. Ауылда жүрген жігіттерімнің бірі болмаса, бірінен мен туралы еститіні анық. Анам мен әкем келіп, мен алып кетсе екен деп Құдайдан тілеп отырдым. Анам мен әкем келді. Анам жылап мені құшақтап алды. Мен де жылап, ентігімді баса алмай. Анашым кетемін, қалмаймын кетемін дей бердім. Алып кетеміз, қорықпа, алып кетеміз деп мені сабырға шақырып жатыр. Кенет біздің сыртымыздан бақылап тұрған әкем қаласың деді. Қатқыл үнмен жүзінде ашу. Жәутеңдеген жанарларыммен әкеме қарап үнсіз ғана жылай бердім. Ішім алай-дүлей. Әкемнің бұл ісіне қатты өкпеледім. Анам да әкеме қарап ашумен неше түрлі әңгімелер айтып жатыр. Ішім алай-дүлей бұран болып жатқан, менің айтарға сөзім болмады әкеме. Неге олай еттіңіз дедім. Әкем, бізді жерге қаратып әр жерде жүргенше біреудің үйінде отыр. Алып қашқаны дұрыс болды. Енді ұятқа қалмаймыз. Одан соң үйренісіп кетесің деді. Анам да мен де таң қалып қалдық. Менің ішкі түйсігім барлығын түсініп үлгерді. Ал анам байқұс ештеңе түсінбей, маған бір, әкеме бір қарап, жанарлары жасқа толды. Сөйтсем, әкемнің құлағына бәрі жеткен екен. Бұлай мүлдем ойламадым. Анам мен әкем кетіп қалды. Енді не істеймін деп соңдарынан қарап қалып қалдым. Ертеңгі күнім не болар екен деп қаншама нәрсе ойлап шықтым. Қорыққаным сонша аяқ қолым дірілдеп шошып жатыр. Ұйықтамай шықтым. Күнде түнде өте шықты. Беташарға дайындық болып жатыр. Не істесем екен? Қашып кетейін бе деген ойлар да келді.